Бүгін біздің күніміз өте және той өте күшті өтті. Мына кісінің арқасында менің балаларыма, жиендерімізге, әпкемнің балаларына барлығымызға киім алып беріп, ары бері таскать етіп, тірліктің барлығын бітіріп, енді бізді тамаққа алып келіп отыр. Бүгінгі күн үшін сізге үлкен рахмет. Сендерге де рахмет. Біз риза болсақ болды дейді ғой. Сендер риза болыңдаршы дейді ғой ағам. Сен әпкем тұр мына жақта. Обслуживание жасап. Ал бізге ас болсын. Ойбай, мына кісіге бір бөпе жетпей жүрген. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгін кешке дейін сіздермен амандаса алмадым, дұрыстап хал жағдай сұраса алмадым, себебі бір шаруалармен, жұмыстармен жүрдім, әпкемен және де қарындасыммен. Бүгін көптеген адамдарға көмегім тиді, Аллаға сансыз шүкір, осындай пейілді маған сыйлап қойғанға, беріп қойғанына сансыз шүкір деп айтқым келеді. Бүгін көптеген адамдардың қуанышына бір себепкер болдым десем болады. Адамдарға көмектесем өзім қатты қуанамын. Өмірдегі басты миссияларымның бірі адамдарға көмек беру. Адамдарға қалай көмек беремін, солай менің жолым ашылады. Сөйтіп бүгін біраз адамдарға пайдам тиді. Әсіресе жақындарымды өте қатты қуанттым десем болады. Бұйыртса қазір машинаны жуып келу керек, сонымен ертең бір тағы да күшті жаңалықтарым бар. Белім ауырып тұр мен. Қартайған ғой енді. Жоқ, тренировка істеген жоқпын ғой өйткені. Кеше бүгін соған. Ладно, старость қой енді. Тренировка жасамасаң денең ауырады, ойбай. Душаң ауырады, тренировка жасасаң денең ауырады. Ал белің өле кетті. Қазір мощный тамақтанып аламыз да жолға шығамыз, Алла қаласа Толға екеуміз. Қатыс кетпе? Молодец, айттым ғой. Солай. Жолда топтамай, сразу осы жақтан тамақтанып, осы жаққа постоянно келемін, мен өзім смолға жолға кетіп бара кезде осы жақтан тамақтанамын. Тамақтар өте күшті негізі. Ас болсын. Всем ассалаумалейкум, достар, қалайсыздар, жақсыздар ма? Нұржан жаттап алған ғой мені. Қалайсыздар? Аптаның бас сәттілікке толы болсын. Бізде эфир басталды. Бұйырса бүгін жақсы жаңалықтарға толы болатын сияқты бүгінгі эфир. Бүгінгі күн мен үшін эфирді жіберіп алмаңыздар. Бүгін керемет эфир болайын тұр. Міне жанында айналайын. Тима деген бауырым отыр. Айналайын. Салам алейкум. Амансыз, жақсысың? Шүкір, алхамдулилля. Кешегі футбол болмай қалды енді. Кеше біздің Ақтөбеміз жеңілді мысалға. Ау, қалай амансыңдар ма, жақсысыңдар ма өздерің? Ордабасы жеңісті 2-1 ұтып қойды. Шүкір Алла. Бауырларым бар, жанымда шүкір айтып. Бір құлан түгел, інім бар деген сияқты ғой. Ассалаумағалейкум. Мына ағам бар мысалға. Оу! Аға! Қалайсыз, жақсы ба, амансыз ба? Қалай жазай дейсің ғой. Мына мысалға келін бала бар деген сияқты ғой. Достар, сосын айта кететін жайт, бізде үміткер жоқ, қатысушылар өте көп. Мысалға Индирада үміткер жоқ, Сізде үміткер жоқ. Диаста бар. Отқан көп адамда үміткер жоқ, мысалға. Үміткер болып келем десеңіздер, достар, бізде сұлу қыздар мен сымбатты жігіттер. Бірде-бір үміткер. Менде де үміткер жоқ айтпақшы. Маған да келіңіздер, есі штаб. Визат күтеді. Күте ме? Иә. Үміткер болып келіңіздер ағайын. Қыздар жігіттер көп. Барлығы бос. Бүгін импланттың жыры бітті әйтеуір. 7 жыл бойы алысқа тістім. Осыдан 7 жыл бұрын аяқ астынан удалениеға кетіп, сонымен съемный протезбен жүргем 5-7 жылдай бойы. Одан кейін барып сүйегін өскенін күттік, имплант орнату үшін сүйек өсу керек екен. Одан кейін шуып орнаттық, оны жарты жыл күттік. Шуып қойғаннан кейін жарты жыл күтеді екенсіз. Енді міне коронкасын заказ бердік, оны 1-2 апта күттік. Сонымен енді бүгін установка болды. Сімді салдырдым, міне. Енді қайтып баратым, мәз болып. Қазір современный технология бойынша имплант өте жақсы дамыған и оптимальный вариант егер тісіңізден айырылған болсаңыз аяқ астынан. Короче, осындай бір жерге келдік ше. Не үшін келгенімізді білмейміз, сходка деп жатыр. Клиент мөрістер жиналған. Бізде келдік. Не үшін келдік? Әшейін бәрі дұрыс сөйлесіп. Ағалар машинада отыр. Бәрі құтырғандар ғой, клиенттер. Клиент құтырғандар жиналған.
Есентайды парковкасын түсінбей кетті. Адамымыз қалай? Біз садикке бармадық. Анердің мұрнағы чуть-чуть жүсел пайда болған сияқты болды да. И оны вообще ауыртып или біреуге жұқса, нет, лучше үйде емделіп барайық дедік. Вот, кстати, мен бүгін 37 апта болдым. Наконец-то енді қорықпай дома барып берсе болады. Әйтпесе в тот раз, ё-моё, схватка басталған кезде ойбай туып қоймайын деп. Қыздар, сіздердің шубаларыңыз Нұрилла, Айбаршын. Мына жақта, короче, 20 шуба, мына жақта 20 шуба. И мына жақта міне одноразовый подругаларымызға бүгін оригинал аутлеттен алдық. Міне бір шуба осындай болады. Үстіп жіберіп береміз. Шүкір Аллаға бүгін де отправка болып жатыр. Сол үшін де сенімдеріңізге үлкен рахмет. Қыздар, сеніп бізден алып жатқандарыңызға. Бастап жатқан бизнестарын алға баса берсін, бұйыртса груз жеткеннен кейін сіздерден күшті отзывтар күтетін боламыз.